Сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен картошкадан чипсы жасаймыз. Оған бірнеше картошканы жақсылап аршып, жақсылап жуып аламыз. Енді тураймыз. Оған кейде өздеріңіздің қалауыңыз бойынша картошка аршитынмен де жасасаңыздар да болады. Немесе мынау секілді пышақпен жасасаңыз да болады. Немесе пышақтың өзімен де чуалап кесіп алсаңыздар болады. Не осылай 3-4 рет шайып аламыз. Осылай салқын сумен жуып алдық. Енді жуып алған картошкамызды осының үстіне кептіріп қоямыз. Міне осылай жайып алдық. Енді осыны кептіреміз. Бұлай суын алу керек. Су мүлдем қалмау үшін үстіне тағы да салфетка суын алу үшін жауып шығамыз. Әбден суы кетсін деп, осылай тағы бір рет жүргізіп суын аламыз. Міне майымыз қызды, енді қызған майға салып аламыз. Қызу керек май. Міне осылай жақсылап қуырып алдық. Міне осындай болды. Енді үстіне салфетка майын аламыз. Салфетка жауамыз, майын аламыз. Енді осы чипсыға дәмдеуіштеріне тұз аламыз. Майда тұз болса өте жақсы. Қара бұрыш және қызыл бұрыш аламыз. Араластырып аламыз. Міне дәмдеуішіміз дайын болды. Енді үстіне азырақ, егерде аштын жақсы көрсеңіз көбірек салыңыздар. Ұнатпайтын болсаңыздар, онда азырақ сепсеңіздер болады. Міне осындай жұқа чипсымыз қытырлақ дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Егер де видеомыз сіздерге ұнаған болса, лайк басып, подписаться етіп, комментарий жазуды, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.